Компьютерлік сауаттылық курсы файлдар мен папкаларға кіріспе. Бұл сабақта біз файлдар деген не және папкалар деген не деген сұраққа жалпылама жауап беретін боламыз. Алғашқы сабақтарда біз компьютер сөзіне анықтама берген кезде оны ақпаратты қабылдайтын, сақтайтын, өңдейтін және оны қайтадан сыртқа шығаратын құрылғы деп анықтама берген болатынбыз. Олай болатын болса, сол ақпарат дегеніміз не? Соған тоқталайық. Ал ақпарат ол осы компьютеріміздегі файлдар ретінде көрініс тауып тұр. Олай болатын болса, файлға анықтама беретін болсақ, ол сіздің компьютеріңіздегі ақпараттың бір формасы, яғни ақпараттың берілу бір түрі. Олай болатын болса, көрейік. Мысалы, мынау суреттің файлы. Ашып қарайтын болсақ, жұлдызды аспан бейнеленген. Яғни, жұлдызды аспан бейнеленген сурет біздің компьютерімізде файл күйінде сақталған. Ал мынау мәтіндік файл. Оны ашатын болсақ, бұл жерде мәтін жазылған файл деген жазу бар екен. Аудио файл. Байқап отқандарыңыздай, оны қосуға, тыңдауға болады. Енді компьютер қалайша бірден үш түрлі файлдың, яғни мынау сурет, мынау мәтіндік файл, ал оның қасындағысы аудио файл екенін анықтады. Оған көмектесетін нәрсе осы файлдардың атауындағы нүктеден кейінгі сөздер. Мысалы, суретте нүктеден кейінгі JPG әріптерін көріп тұрсыз. Қарапайым тілде айтқан кезде JPEG деп айтады. Ал мәтіндікте TXT форматы тұр, ал өлеңде MP3 форматы тұр. Яғни компьютер осы арқылы белгілі бір файлдың қандай түрге жататынын анықтайды да, соған сәйкес әрекет етеді. Және де сол файлмен жұмыс істейтін бағдарламаларды қоса алады. Мысалы, суретті біз оң жақ батырманы басып, открыть с помощью десек, суретті тағы да басқа қандай бағдарламалар аша алатынын көреміз. Мысалы, біз суретті тек қана қарау үшін осындай арнайы суретті ашатын бағдарламамен аша аламыз. Алайда суретті компьютерде Windows операциондық жүйесінде орнатылатын стандартты Paint бағдарламасы арқылы ашып, ол суретке белгілі бір өзгерістерді енгізуге болады. Мысалы, қарындашты алып, белгілі бір сызықтар сызып, немесе белгілі бір фигураларды салуға болады. Мысалы, осыны қазір сақтайтын болсақ, біз өзіміздің файлымызға қосымша бір өзгерістер енгіздік. Ал егер осы файлдың атауындағы мына JPEG сөзін өшіріп тастасақ не болады? Бізде біріншіден операциондық жүйе ескертіп жатыр. Яғни сіз ол бөлікті расширение дейді. Яғни сіз сол расширениені алып тастауға шынымен бел будыңыз ба дегендей сұрап жатыр. Біз өзіміздің келісімімізді береміз. Енді көріп отқандарыңыздай, мынау файл тұр. Оны біз өшірген жоқпыз. Бірақ компьютер енді оны анықталмай тұр. Бұл файл қандай типке, қандай түрге жататынын компьютер түсініп тұрған жоқ. Және де қазір біз оған екі рет шертіп ашқымыз келсе, компьютер аша алмайды. Және де бізден сұрайды. Бұл түрдегі файлды сіз қандай бағдарламамен ашқыңыз келеді деп сұрайды. Мысалы, біз оны Paint бағдарламасымен қайтадан ашып көрейік. Көріп отқандарыңыздай, файл бүкіл өзгерістеріміз орында, яғни ол ашылып тұр. Дәл солай файлдың атауына қайтадан JPEG сөзін орнына қайтарып қойсақ та болады. Сонда компьютер бірден бұның қай типтегі файл екенін түсініп, тіпті оның эскизін, нобайын бізге көрсетіп қояды. Файлдарға жалпы кіріспе осы. Енді папкалерге тоқтайық қысқаша ғана. Папкалер дегеніміз аты айтып тұрғандай, сіз кәдімгі кеңседе немесе өзіңіздің жұмыс үстеліңізде құжаттарды, қағаздарды реттеу үшін белгілі бір папкалермен қолдануыңыз мүмкін. Дәл солай компьютеріңізде папкалер белгілі бір каталогты, яғни сіздің файлдарыңызды жүйелі түрде ұйымдастыруға қолданылатын қоймалар. Сіз оларға өзіңіз қалағанша атау беріп, өзіңіз қалағанша
ашып, бір орыннан екінші орынға қозғап, бірінің ішіне бірін салып, бірнеше деңгейлі файлдарды сақтау жүйесін ұйымдастыра аласыз. Бұл туралы толығырақ келесі сабақта айтамыз. Ал әзірге осы сабақ аяқталды. Барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.